Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі жент дайындайтын боламын. Ол үшін бізге талқан қажет, 2 қасық қант қажет, ерітілген май, қоюлатылған сүт және өзіңіздің қалауыңызға қарай мейіз, жаңғақ салсаңыз болады. Ең алдымен 500 грамм, яғни жарты килограмм талқанымызға ерітілген майымызды құйып аламыз. 1 кесе ерітілген майды құйып аламыз. Наурыз мерекесінде ғана емес, жай күндері қазағымыздың ұлттық тағамдары әрдайым үстелімізден табылсын. 2 қасық қантымызды салып, қоюлатылған сүтіміздің 1 банкасын құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, талқанымыз біріккенше жақсылап араластырамыз. Одан кейін жаңғағымызды, мейізімізді салсаңыздар болады. Егер жоқ болса, салу міндетті емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, қолымызбен құртты домалақтаған секілді домалақтап тәрелкеге саламыз. Мен жасаған нұсқасы бұл күнделікті үйде өзімізге арналған қарапайым жасалу жолы. Домалақтап бір-бірімен біріккенше, осылай қолымыздың көмегімен жабысқанша қатты қолымызбен қысып домалақ форма жасаймыз. Егер сізде арнайы формалы ыдыстар болатын болса, сол формаға салып қатырып алсаңыздар болады. Қазіргі кезде женттің әдемі шоколадпен қосылған, сыртын сәндеп шоколадпен әдемі етіп дастарханға ұсынуға болады. Осымен жентіміз дайын болды. Ас болсын, жасап көріңіздер.